Қыз келіншектер қауымы, сендерге мүлде ерте тұруға болмайды. Біз Қазақстан болып сендерге рұқсат береміз. Мен Құндыз 150 күн бойы ерте тұрып, бүгін міне әбден ұйықтаған адам ретінде айтып отырмын. Біз нәзік жанды әйелдер емес, мықты болу керек ер азаматтарымыз ерте тұрсын. Солар дамысын, солар көп оқып, жүгірсін, обучениелерден өтсін. Қыздар болса таңда маужырап ұйықтап, еркелеп, әдемі түс көріп, әдемі сезіммен оянуы қажет. Керісінше, ер азаматтарымыз ерте тұрып, бізге таңғы ас әзірлеп, балаларды оятуы керек. Сол кезде отбасылық гармония дамиды. Сол кезде бай боласыздар. Бақыттан бастарыңыз айналады. Ай қайдам, ондай азаматтарымыз өте аз ғой, жоқтың қасы. Жалпы мен әйел адам ерте тұру керек дегенге түбегейлі қарсымын. Хотя өзім ерте тұрып жүрсем де. Тіпті көп ақша табам деп те талпынмаңдаршы, өздері тапсын. Өздері жасасын бәрін. Тек сен кино көр, демал, балаңа қара, сонымен ойна, қыдыр, киін, боян, салондардан шықпай кайфовать етсек қысқасы. Сондай болса ғой шіркін. Әрине әзіл ғой мұның бәрі, бірақ шындыққа айналдыруға да болады. Тіпті солай өмір сүріп жатқандар да бар шығар. Ал мен болсам, ерте тұруды таңдаймын. Соңғы 7 жыл бойы ерте тұруды қалыптастыра алмай келдім. Әртүрлі себеп қой енді, биыл ғана қолымнан келді. Қалай қалыптастырғанымды айтсам, шок боласыңдар. Подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Келесі рилста қалай ерте тұрғанымды айтам. Бұдан мен өзім де шокпын негізі.